Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 6 сынып. Әлемдегі ірі кітапханалар бөлімі морфология. Сабақтың тақырыбы ғимараты ерекше кітапханалар, істеудің сөйлемдегі қызметі. Сабақтың мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктеп отырып жинақы мәтін жазу. Істеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану. Балалар, ғимараты ерекше кітапханалар тақырыбына арналған бейне жазбаға назар аударайық. Мұрағатында 5 миллион кітабы бар кітапхана бар екенін білесіз бе? Әуесқойлықпен бір-бірлеп кітап жинауды бастаған Джой Уокердің үйі бүгінде әлемдік деңгейдегі ең таңғажайып кітапханалардың бірі. Мұндай кітапханалар аз емес. Олай болса, әлемнің таңғажайып 12 кітапханасымен таныс болыңыздар. Швейцариядағы Сен-Галь абатындағы кітапхана орта ғасырлық кітаптарға бай. Соңғы санақтар бойынша мұнда 160 мың кітап бар екені анықталған. Оның 400-ге жуығының жазылғанына 1000 жылдан астам уақыт болды. Ал әлемдегі ең үлкен ғылыми кітапхана Ирландияда. Мұнда көне манускрипт, карта және ноталар да сақталған. Мыңдаған қолжазбалар мен мерзімді басылымдарды қорында сақтаған Прагадағы Строговск монастырының кітапханасының негізі 1149 жылы қаланған. Джой Уокер америкалық өнертапқыш. Оның Риджфилдегі үйі адамзат тарихындағы ең үлкен көп деңгейлі тәрізді құрылған кітапхана. Онда 50 мың кітап және музейлік деңгейдегі артефакттар бар. Қорында 11 миллион кітабы бар. Йель университетінің кітапханасы да әлемдегі сирек кездесетін кітапханалардың біріне жатады. ақш-тың Сиэтл қаласындағы негізі 2004 жылы қаланған бұл кітапхананың оқырман қауым үшін орны бөлек. Бір ғажабы мұнда 1.450 мың кітап сияды. 8 қабаттан тұратын Калифорниядағы Гейзель атындағы кітапхана атақты балалар жазушысы Теодор Сьюз Гейзельдің құрметіне ашылған. Ал Голландиядағы Дельфт технологиялық университетінің кітапханасы ерекше үлгідегі әлемдегі бірден-бір ғимарат болып саналады. Бейне жазбаны тамашалап болсақ, бірінші тапсырманы орындаймыз. Ғимараты ерекше кітапханалар тақырыбына арналған сұрақтарға жауап беріңіздер. Кезбе тілші әдісі. Мұрағатында 5 миллион кітабы бар кітапхана иесі кім? Әлемнің таңғажайып кітапханалар саны қанша? 2005 жылы жүргізілген санақ бойынша Швейцариядағы Сен-Галь абаттығының кітапханасында қанша кітап бар екені анықталды. Прага қаласында орналасқан Строговск монастыры кітапханасының негізі қай жылы қаланған? Ең үлкен көп деңгейлі лабиринт тәрізді құрылған кітапхананы ойлап тапқан кім? Тапсырманың дескрипторы бейне жазбаны тыңдайды, берілген сұрақтарға нақты жауап береді. Балалар, дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Мұрағатында 5 миллион кітабы бар кітапхана иесі кім? Әуесқой Джой Уокер. Оның үйі бүгінде әлемдік деңгейдегі ең таңғажайып кітапханалардың бірі. Әлемнің таңғажайып кітапханалар саны қанша? Әлемнің таңғажайып 12 кітапханасы бар. 2005 жылы жүргізілген санақ бойынша Швейцариядағы Сен-Галь абаттығының кітапханасында қанша кітап бар екені анықталды. 2005 жылы жүргізілген санақ бойынша мұнда 160 мың кітап бар. Оның 2100-і қолжазба. Прага қаласында орналасқан Строговск монастыры кітапханасының негізі қай жылы қаланған? Монастырдың негізі 1149 жылы қаланған екен. Ең үлкен көп деңгейлі лабиринт тәрізді құрылған кітапхананы ойлап тапқан кім?
Лабиринт тәрізді құрылған кітапхананы ойлап тапқан Джей Уокер, америкалық ойлап тапқыш әрі кәсіпкер. Балалар, екінші тапсырмаға кезек берейік. Оқылым тыңдалым мәтіндерін негізге ала отырып, ерекше кітапхана тақырыбында жинақы мәтін жазыңыздар. Британияның Уэстбери саб Мендип деп аталатын қалашығының тұрғындары телефон будкасын сатып алып, кітапхана ретінде орнатыпты. Бұл кітапхана дүниежүзіндегі ең кішкентай кітапхана және тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн, күні-түні үздіксіз жұмыс жасайды. Сонымен қатар бұл кітапханаға түнде оқуды жақсы көретіндер үшін жарық та орнатылған. Қала тұрғындары будкаға сөрелер орнатып, ішіне түрлі тақырыптағы кітаптар қойған. Будканың ішінде кітаппен қатар дискілер, түрлі үнтаспалар да бар. Әрине, бұл кітапханада кітапханашы жоқ. Тұрғындар үйлерінен кітап әкеліп қояды және оқығысы келген кітаптарды үйіне бір-бірлеп алып кетіп, оқып болған соң қайтып әкеледі. Қалашықтағы тұрғын саны шамамен 800 адам. Бірақ кітапхана кішкентай болғандықтан кітап алу үшін кей кездері кезекке тұру қажет. Тапсырманың дескрипторы мәтінді мұқият оқиды, сөйлемдерді іріктеп, жинақы мәтін жазады. Тапсырманы орындап болсақ, үстеудің сөйлемдегі қызметі тілдік бағдар тақырыбымызға көшейік. Сөйлемде үстеу негізінен пысықтауыш қызметін атқарады. Өйткені үстеу мағынасы жағынан көбіне қимылдың, іс-әрекеттің әртүрлі сын-сипатын, яғни мекенін, мезгілін, амалын, мөлшерін, болу мақсаты мен себебін білдіреді. Мысалы, шығыстың сырты тез жылына қоймайтын да, ерте көктемейтін. Ескі бейше отырман бос мақалдап. Кетпенің жоғары көтерілуі де, қарқыны да, жерді алымы да бір қалыпқа түсті. Берілген мысалдағы тез, ерте, бейше, жоғары деген сөздер пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Үстеулер жүктеліп келіп баяндауыш болады. Мен мұндамын, мен сенімен біргемін. Кейде үстеу атау септікте тұрып заттанып келіп, бастауыш қызметінде де жұмсалады. Еріншектің ертеңі таусылмас. Несі ертеңі, ертеңгі күні деген мағынада. Бүгін мереке, бүгінгі күн мереке. Яғни, бұл жердегі үстеулер заттанып келіп, бастауыш болып тұр. Күшейткіш үстеулер сапалық сын есімдермен тіркесіп келіп, онымен бірге күрделі анықтауыш құрамында жұмсалады. Мысалы, сауықшыл сорлы бүкшиді, тымақ қиын іс болды. Мәжіліске ең қадірлі, ең таңдаулы адамдар келмек. Бәйгеге өңшең жүйрік, кілең сәйгүлік аттар қосылды. Берілген сөйлемдердегі тымақ және ең деген күшейткіш үстеулері қиын және қадірлі таңдаулы сын есімдермен тіркесіп келіп, іс және адам сөздермен күрделі анықтауыш болып тұр. Түртіп алу әдісі. Берілген мәтіннен үстеулерді теріп алыңыз, мағыналық түрлерін ажыратып, сөйлемдегі қызметін анықтаңыз. Үстеудің синонимдік қатарларын қолданып, мәтінді әңгімелеңіз. Дескрипторы мәтінді оқиды, үстеулердің сөйлемдегі қызметін анықтайды, үстеулердің синонимдік қатарларын қолданып, мәтінді әңгімелейді. Тапсырманы мына ұсынылып отырған кесте бойынша орындаңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауабына назар аударайық. Тып-типыл етілді.
синонимі мүлдем жойылды. Мағыналық түрі сын қимыл істеуі, сөйлемдегі қызметі баяндауыш. Әлі күнге дейін белгісіз. Бұл жерде істеу әлі күнге, бүгінгі күнге, қазірге дейін деген мағынада. Мағыналық түрі мезгіл істеуі, сөйлемдегі қызметі пысықтауыш. Біраз кітапханалардың тағдыры. Біраз, біршама деген ұғымда мөлшер істеуі, сөйлемде анықтауыш қызметінде. Әңгімелер көп, мол деген ұғымда қолданылған. Мағыналық түрі мөлшер істеуі, сөйлемнің соңында келіп баяндауыш қызметінде. Қазір деректер, бүгінгі күнде деген ұғымда. Мағыналық түрі мезгіл істеуі, сөйлемде пысықтауыш қызметінде. Кейіннен тауып алады, кейіннен, соңынан деген мағынада. Мағыналық түрі мезгіл істеуі, сөйлемде қызметі пысықтауыш. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасаңыздар. Пікірлер кітабы стратегиясы бойынша не ұнады, нені түсіндің, немесе түсінбедің, саған не қиындық тудырды? Кері байланыс жасап болсақ, үйге берілетін оқу тапсырмасы. Істеулерді қатыстыра отырып, кітап, ғалым, тілсіз мұғалім тақырыбіне эссе жазыңыздар. Істеулердің сөйлемдегі қызметін анықтаңыздар.